нан алып келуге ерініп тұрсаң осы тамақты істеп көр. Тамағың да, наның да бір қазаннан шығады. Қаншаңыз мені осы тамақты істеген видеодан танып едіңіздер. Ең басында тамақтарымды көріп ойбайлайтын. Ойбай, неге үйтіп істедің? Бұндайда тамақ бола ма? Лағманың поливі деген ондай болмайды ғой, сәбізің қайда, картоптың қайда деп. Жаймен деп шөптерімді көрсетіп бастап едім. Шалқасынан түсіп таңғалғандар да болды. Қазақтар шөп жемеген, ата-бабамыз үйткен, бүйткен, бүйтпеген, үйтпеген деп. Сөйтіп жазатындарға таңғаламын. Қайсы киіз үйде отырып жазды екен. Қазір ғана жұмыстан атпен келсе керек деп. Ата-бабамыз білмей қалғанда неше түрлі көкөніс шығатындарын әйтпесе может айтып кететін еді. Бар болса жеңдер, бізде просто болмады, сол үшін жемедік деп. Үйтіп айтса помидор, қиярдың өзін совет кезінде орыстармен бірігіп егіп қана жедік қой. Ода осы жақын 100 жылдың ішіндегісі шығар. Қазір ғой енді тамақтарыма қарап таңғалатындар өте аз. Көре-көре көз үйренген сияқты. Өткенде бір қыз жазыпты. Мамама сіздің видеоңызды бір көрсетіп қалып едім. Қазір күнде неше түрлі шөптермен тамақ жейміз дейді. Сіздер де мені қай тамақтан немесе қай әңгімеден бастап танып едіңіздер? Жаза кетіңіздер. Мен де есіме бір түсіріп алайын не айтып не қойғанымды. Люблю.